Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтан сенің меңгеретін оқу мақсатың баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсіндіру. Мен досымды сүйемін, мен әлемді сүйемін, жақсы оқушы боламын, жақсы баға аламын. Қазақ тілін үйреніп, еркін сөйлей аламын деген көтеріңкі көңіл күймен сабағымызды бастаймыз. Оқушылар, мына суретке назар аударайықшы. Бұл қандай оқу құралы? Түсі қандай? Дұрыс, жарайсыздар. Бұл қарындаш. Енді оқушылар, осы түрлі түсті қарындаштардың біреуін таңдап алып, сипаттап көрейікші. Түсі қандай? Сіз таңдап алған қарындашпен ненің суретін салуға болады? Тамаша. Жарайсыздар оқушылар. Оқушылар, мына суретте не бейнеленгенін айта қояйықшы. Мына оқу құралдарын қайда жинақтап саламыз? Сөмкеге. Дұрыс, жарайсыздар. Сонда сөмке бізге не үшін қажет? Тамаша. Жарайсыздар. Сөмке бізге оқу құралдарын салу үшін қажет. Оқушы сөмке сатып алған кезде ауыр сөмке алмауы керек. Себебі ауыр сөмкелер адам денсаулығына кері әсерін тигізеді. Дұрыс, жарайсыздар. Ендеше оқушылар, бүгінгі жаңа сабағымыз бойынша жаңа сөздерді қайталаймыз. Сал, положи. Саламын, положу. Салмаймын, не положу. Тағы бір рет қайталап көрейікші. Сал, положи. Саламын, положу. Салмаймын, не положу. Оқушылар, сал сөзін үш жақта айтып көрейікші. Мен сөмкеге саламын. Бірінші жақ. Сен сөмкеге саласың. Екінші жақ. Ол сөмкеге салады. Үшінші жақ. Бірге қайталап айтып көрейікші. Мен сөмкеге саламын. Сен сөмкеге саласың. Ол сөмкеге салады. Жақсы, жарайсыздар. Оқушылар, келесі тапсырмаға назар аударайықшы. Сөмкеге қай затты саламын, қай затты салмаймын? Қаламсауытқа қай затты саламын, қай затты салмаймын? Ажыратып көрейікші. Тамаша. Жарайсыздар. Сөмкеге дәптер, сызғыш, кітап саламын. Сөмкеге ойыншық, кәмпит салмаймын. Қаламсауытқа ұштағыш, өшіргіш, қарындаш саламын. Қаламсауытқа ойыншық,
кәмпит, салмаймын. Енді оқушылар, мәтінді оқи қояйықшы. Мен мектепке барамын. Сөмкеге күнделік, кітап, дәптер, қаламсауыт саламын. Әлібек те мектепке барады. Ол қаламсауытқа қалам, қарындаш, өшіргіш, ұштағыш салады. Сен сөмкеге не саласың? Жақсы, жарайсыздар оқушылар. Ендеше бірінші тапсырма бойынша оқушылар жанымыздағы досымызға мына суреттегі заттарды сөмкеге салуды бұйырып айтайықшы. Әлібек, сөмкеге қарындашты сал. Әнел, сөмкеге қаламсауытты сал. Әнел, сөмкеге кітапты сал. Әлібек, сөмкеге қарындашты сал. Әнел, сөмкеге дәптерді сал. Әлібек, сөмкеге өшіргішті сал. Әнел, сөмкеге қаламды сал. Тамаша. Жарайсыздар оқушылар. Ал енді екінші тапсырма бойынша Әнел мен Әлібектің сөмкесінде не бар, не жоқ екенін атай қояйық. Әнелдің сөмкесінде не бар? Өшіргіш, қалам, қаламсауыт, кітап бар. Әнелдің сөмкесінде не жоқ? Қоян, сызғыш, дәптер, ұштағыш. Әлібектің сөмкесінде не бар? Өшіргіш, ұштағыш, қарындаш, кітап. Әлібектің сөмкесінде не жоқ? Қалам, машина, дәптер, бояу. Жарайсыздар оқушылар. Оқушылар, үшінші тапсырма бойынша жанымыздағы досымызға мына суреттегі заттарды қаламсауытқа салуды бұйырып айтайықшы. Әлібек, қаламсауытқа қарындашты сал. Әнел, қаламсауытқа өшіргішті сал. Әлібек, қаламсауытқа қаламды сал. Әнел, қаламсауытқа ұштағышты сал. Жақсы, жарайсыздар оқушылар. Енді оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша қорытындылайық. Әлібектің сөмкесінде не бар еді? Сенің қаламсауытыңда не бар? Сөмкеге мәшине саласың ба? Сенің сөмкеңде не бар? Қаламсауытқа парта саламын. Дұрыс па? Ініңнің сөмкесіне не саласың? Жарайсыздар оқушылар. Бүгінгі сабаққа белсене қатысып, тапсырмаларды жақсы орындай алдыңыздар. Үйге тапсырма 105-ші беттегі 4-ші жаттығу. Суретке қарап, сөмкеге не салуға болатынын жазасыздар. Орындаған тапсырмаларыңызды пән мұғалімдеріне жібере қойыңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.